Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай нәзік әрі жұмсақ болып шығатын шарлотка рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Алдымен 2 алмамызды алып, видеодағыдай етіп турап шығамыз. Енді ыдысымызға жұмыртқаларымызды жарып шығамыз. Үстіне қант саламыз. Бәрін жақсылап тұрып ағарғанша миксерлеп аламыз. Ванильді қантымызды саламыз. Ұнның үстіне қопсытқышты қосып, електен өткізіп аламыз. Венчиктің көмегімен ақырын араластырып шығамыз. Формамызды майлап шығамыз. Енді қамырымызды құямыз. Алмаларды өзіңіздің қалауыңызша әсемдеуге болады. Қызып тұрған 180 градустағы пешке 35-40 минут пісіріп аламыз. Мінекей шарлоткамыз пісіп шықты, бетіне сахарная пудра сеуіп қойсаңыз болады. Нәзік болып шыққан шарлоткамыз дайын, ал сіздер каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.